Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Айғаным Золпиева. Сіздермен бүгін жалынның қолда жануы атты тәжірибені қарастыратын боламыз. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз жалынның қолда жануы атты тәжірибені жасау үшін бізге бірнеше заттар қажет болады. Ыдыс, оттық жағатын спичка болады, немесе су ыдыс жуатын фейри, освежитель немесе шашқа себетін прелест. Ол болмаған жағдайда дезодорантты қолдануға болады. Ал фейридің орнына біз шампунь және де жидкое мыло атты сұйық су сабындарды қолдансақ болады. Біз ең алдымен осы тәжірибені жасау үшін ыдысқа су құйып аламыз. Бұл тәжірибе кез келген жерде жасауға болады. Үй жағдайында немесе жаңағы мектепте оңай әрі қызықты тәжірибе ретінде жасауға болады. Ең алдымен ыдысқа су құйып аламыз. Суды құйып болғаннан кейін жақсылап фейриді құйып, тамызып, жақсылап көпіршітіп араластырып аламыз. Яғни қатты көпірік пайда болғанша жақсылап араластырып, бетіне толықтай көбік пайда болу қажет. Химия пәнінде тәжірибе жасаған кезде міндетті түрде қауіпсіздік техникалық ережелерін пайдалану қажет. Және де бізде осындай көпірік пайда болады. Осы көпірікті қатты көбіректей істесек, жалын бізде неғұрлым үлкендеу болады. Көпірік пайда болғаннан кейін біз не істейміз? Освежитель немесе прелесті алып қосамыз. Пайда болған судың бетіндегі көпірікті қолымызға алып, оны оттықпен жағамыз. Көзімізге немесе бетімізге қатты жақын ұстамаймыз. Осы кезде керемет жалын пайда болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз туындаған жағдайда комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде қарап, жауап жазатын боламын. Келесі видеода қандай тәжірибе көргілеріңіз келеді, сіздермен байланыста боламын.